Қазақ боксының тарихында ересектер арасында екі дүркін әлем чемпиондары атанған Серік Сәпиев және Назым Қызайбай. Бүгінгі күнде Сербияда өтіп жатқан әйелдер арасындағы әлем чемпионатында аталған рекордты жаңартуға Назым Қызайбайда бір қадам қалды. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда әйелдер арасында өтіп жатқан 2025 жылғы әлем чемпионатының ақтық бәсекесінде өнер көрсететін 48 келі салмақ дәрежесіндегі Назым Қызайбайдың жүріп өткен жолымен және ертең ақтық бәсекеде 3 дүркін әлем чемпионы атану үшін кімге қарсылас атанатыны жайлы толығырақ айтып өтемін. Және соңғы әйелдер арасындағы екі әлем чемпионатының статистикасында назарларыңызға ұсынатын боламын. Назым бұл чемпионат барысындағы өзінің алғашқы кездесуін әлем чемпионатының 1/8 финалынан бастады. Назымның қарсыласы болып Словакия мемлекетінің боксшысы Николь Дурикова атанған болатын. Қарсыласымызға келетін болсақ, 2001 жылы туылған, бүгінгі күнде 24 жасар Словакия мемлекетінің бірінші нөмірлі боксшысы. Қазақ боксының жанкүйерлеріне Дурикованың есімі таныс. Естеріңізде болса, Таиландта өткен Париж олимпиадасының жолдамасын сарапқа салатын бүкіл әлемдік лицензиялық турнирде Назым алғашқы айналымда Дурикованы екінші раундта техникалық нокаутпен жеңіп, өз мысын көрсеткен болатын. Одан бөлек Дурикова жақында ғана өткен Испаниядағы боксам элит турнирінде чемпион атанды. Сол турнир барысында ақтық бәсекеде қазақстандық Роксана Гасымовадан басым түскен болатын. Спорттық мансабындағы ең үлкен нәтижелердің бірі 2022 жылы 22 жасқа дейінгі Европа чемпионатында күміс жүлдегер атанған. 2022 жылы Стамбулда өткен әлем чемпионаты мен 2023 жылы Үндістан астанасы Нью-Делидегі әлем чемпионаттарында да бағын сынаған тәжірибелі боксшы. Дурикова үшін жеребе жолдас болмай, 2025 жылғы әлем чемпионатында да алғашқы айналымда Назымға қарсы жекпе-жекте қайтадан айқын басымдылықпен жеңілді. Алғашқы айналымын сәтті бастаған Назым екінші айналымда Венесуэла өкілі Тайонис Седеноға қарсы жекпе-жек өткізді. Қарсыласымызға келетін болсақ, Тайонис те 2 мәрте әлем чемпионатына қатысқан. Стамбулдағы чемпионатта 2 жекпе-жек жеңіп, ширек финалда жеңілсе, Үндістанда алғашқы айналымнан сәтті өткенмен 1/8 финалда жолы болмаған екен. Одан бөлек Париж олимпиадасының алдында Италия және де Бангкокта өткен 2-1 дүниежүзілік квалификациялық турнирде де бағын сынаған. Өкінішке орай олимпиада жолдамасына ие болмаған. Осы чемпионат барысында да алғашқы 2 жекпе-жегін сәтті өткізгенмен ширек финалда Назымнан айласын асыра алмады. Осылайша 30 жасар Седено үшін әлем чемпионаты ширек финалдан тоқтады. Одан кейін кеше жартылай финалдық кездесуде Назымға қарсы солтүстік кореялық боксшы Кён Кюрёнг Хонг есімді бұрымды қарсылас атанған болатын. Бұл боксшы үшін осы әлем чемпионаты әлемдік аренадағы дебюті болып саналады. Алғашқы қатысып тұрған әлем чемпионатында қола жүлдегер атану жаман нәтиже емес. Бұл боксшының да тәжірибелі Назым еш қиналмастан қарсыласынан бір бас жоғары болып ақтық бәсекеге жолдама алды. Ал ақтық бәсекеде Назымға қарсы ресейлік боксшы 27 жасар Юлия Чумгалакова қарсылас атанатын болады. Қарсыласымызға келетін болсақ, 2023 жылы әлем чемпионатында екінші айналымда нақтырақ 1/8 финалда Алуа Балқыбековаға жол берген боксшы. Жастар арасында Европа чемпионы атанды. Одан бөлек 2024 жылы өткен Белградтағы әйелдер арасындағы Европа чемпионатында да қарсылас шақ келтірмей, соңғы Европа чемпионы деген атағы тағы бар. Бүгінгі күнде осы 48 келі салмақ дәрежесі бойынша әлемдік рейтингте көш бастап тұрған боксшы. Осы әлем чемпионаты барысында ақтық бәсекеге дейін Юлияда 3 жекпе-жек жеңді. Кеше жартылай финалдық кездесуде 2024 жылғы Азия чемпионы өзбекстандық Фарзона Фазиловадан басым түскен болатын. Назым үшін қазақ боксының тарихын жаңартып, 3 дүркін әлем чемпионы атануы үшін дәл осы аталған ресейлік Чумгалаковадан басым түсуі тиіс. Бұл боксшыны жеңгеннен кейін Назым өзінің ғана тарихын емес, жалпы қазақ боксының тарихын жаңартады. Себебі ересектер арасында бокстан 3 дүркін әлем чемпионы деген атаққа ерлерді қосқанда да ешкім қол жеткізбеді. Ендеше Назымға сәттілік тілейміз. Назымнан бөлек 5 боксшы бұрымдымыз да финалға шыққан болатын. Яғни ертең нағыз тақым қысар сәт болады. 2025 жылдың әйелдер арасындағы басты бәсекесі болып саналғаннан кейін ертең баршаңызды шынайы жанкүйер болып, қуанышты эмоцияларды бірге бөлісуге шақырамын. Қазақстан құрамасы қатысқан соңғы 2 әлем чемпионаттарының статистикасына тоқталатын болсақ, 22-23 жылдардағы әлем чемпионаттарында еліміздің қоржыны алтын медальсыз қалған болатын. Дәлірек келетін болсақ, 2022 жылы Стамбулда өткен әлем чемпионатының нәтижесінде 1 күміс 4 қола медаль иелендік. Жалпы саны 5 медаль. Одан кейін 2023 жылы Нью-Делидағы әлемдік додада да 2 күміс 4 қола медальмен барлығы 6 медальға қанағат еткен едік. Дегенмен медальдар саны жағынан жақсы табыс болғанмен
алтынның орны бір бөлек. Ал осы 2025 жылы бұрын-соңды Қазақстан бұрымды боксшыларымыздың арасында 5 бірдей боксшымыздың финалға шығуы орын алмаған еді. Яғни бүгіннің өзінде ақтық бәсекеде өнер көрсеткен қазақстандықтардың арасында рекордтық статистика тіркеліп отыр. Ал 2016 жылы елімізде өткен әлем чемпионатында 4 қазақстандық финалға шығып, 4-еуі де чемпион атанған болатын. Алтындар жағынан сол елордада өткен әлем чемпионатындағы 4 алтынның рекорды әлі жаңармады. Ертең ақтық бәсекеге шыққан 5 боксшымыздың 5-еуі де чемпион атанған жағдайда өте керемет көрсеткіш болары сөзсіз. Ал осы әлем чемпионатында ақтық бәсекеге жолдама алған елдерге тоқталатын болсақ, бірінші орында Қазақстан мен Ресей командалары. Қос командадан 5 боксшыдан шықты. Екінші орында Түркия мемлекеті. Олардан 4 боксшы ақтық бәсекеде өнер көрсетеді. Одан кейін Қытай, Таиланд, Ирландия мемлекеттерінен 2 боксшыдан шықты. Ал Өзбекстан құрамасынан 1 боксшы финалда өнер көрсететін болады. Одан кейін тағы бір атап өтетін, түртіп өтетін ақпараттардың бірі, осы әлем чемпионатында финалға шыққан 5 боксшының 3-еуінің бапкері Камеков, Долқын ағайымыздың шәкірттері. Олар Назым Қызайбай, Алуа Балқыбекова және аса ауыр салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Илдана Талиповалар. Одан бөлек 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Виктория Графеева да Алматы қаласының намысын қорғайды. Ал 63 келі салмақ дәрежесінде Абикеева Аида Қарағанды облысының өкілі. Мінекей құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, әйелдер құрамасына ертеңгі жауапты кездесулеріне сәттілік тілейміз. Боксшыларымызды жақсы бабында әкелген бас бапкер Елдос Сайдалинге де үлкен алғыс айтамыз. Қазақстан бокс федерациясының бүгінгі күнде қолданып жатқан дұрыс жүйесінің арқасында осындай біз мақтан алатындай нәтижелердің болып жатқанында қуантады. Және осы әлем чемпионатында жалғыз қола жүлдегердің иесі Азия ойындарының 2022 жылғы қола жүлдегері Наталья Богданова 2025 жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегері деген атаққа да ие болды. Әлем чемпионатында қола жүлдегері атану да үлкен нәтиже, үлкен жетістік болып саналады. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.